Сәлем, бұл қарапайым экономика арнасы. Біз бүгін актив пен пассив туралы айтамыз. Ақша жинау білу және тиыннан теңге құрау бұл да өнер. Ал бұл өнер көпшілік адамдардың қолынан келе бермейді. Өз қолынан келмегендіктен балаларына да үйрете алмайды. Және тиыннан теңге құрауды мектепте, тіпті университетте де оқытпайды. Ол жерде тек жақсы жұмысшы болуды үйренуге болады. Көп адамдар үлкен көлемдегі жалақы алсам материалдық жағдайым жақсарар еді деп ойлайды. Алайда бай әрі табысты болу үшін қанша жалақы алғаныңыз емес, табысыңызды қайда жұмсағаныңыз маңыздырақ. Әрине алғашында жұмыс істеп ақша табу керек. Дегенмен тапқан қаржыңызды дұрыс игеріп жұмсауды білмесеңіз, табысыңыз өскен сайын шығындарыңыз да өсе беретін болады. Егер бай әрі табысты болғыңыз келсе, сіздің ақшаңыз да жұмыс істеп, тағы да ақша алып келуі керек. Ол үшін бізге актив және пассив деген үлкен екі ұғымды түсініп алу қажет. Осы жерде келісіп алайық. Тіпті сіздің қаржылық жүйеде жоғарғы біліміңіз бар болса да, біз бұл екі ұғымды қарапайым тілмен түсіндіреміз. Сонымен сізге ақша әкелетін заттар бұлар актив. Ал керісінше ақшаңызды кетіретін заттар бұлар пассив. Кез келген зат әрі актив, әрі пассив бола алады. Мысалға, егер сізде машина болса, және сол машинаға ай сайын 100 000 теңге жұмсасаңыз, бұл көлік сіз үшін пассив. Немесе сізде машина бар, және сол машинаны жалға беріп, ай сайын 100 000 теңге табыс тапсаңыз, бұл көлік сіз үшін актив. Тағы не нәрсе актив бола алады? Мысалға, жылжымайтын мүлік, үй немесе пәтер. Егер ол жалға беріліп табыс түсіріп тұрса, немесе табыс әкеліп тұрған бизнес, немесе бизнестегі үлес және компаниялардың акциялары. Ал енді не нәрсе пассив болады? Бірінші, ол кез келген зат. Егер ол зат кредитке алынса, ол зат сізге табыс әкелмейді. Алайда оған сіз ай сайын ақша салып тұруыңыз қажет. Және қымбат киім, қажетсіз тым қымбат телефон, немесе табыс түсірмейтін басқа да брендті қымбат заттар. Неге байлар байи береді, ал кедейлер күн сайын кедейлене береді деп ойланып көрдіңіз бе? Себебі байлар табысын актив алуға жұмсайды, ал кедейлер табысына пассив алады. Соның салдарынан уақыт өте байлар байи түседі, ал кедейлер одан әрі кедейлене береді. Мысалға, жиналған қаржыңызды жаңа телефон немесе көлік алғаннан гөрі, ол ақшаңызды қосымша ақша түсіретін салаға салсаңыз дұрыс болар еді. Ал егер бұл қымбат заттарды кредитке алған болсаңыз, бұл ең үлкен пассив болар еді. Себебі кредит ала отырып, сіз өзіңізге қосымша шығын аласыз және соған тәуелді боласыз. Мысалға, сіз ескі телефоныңыз бола тұра жаңасын алсаңыз, сыртыңыздан адамдар сізді бай әрі табысты деп ойлайтын болады. Ал шындығында қалтаңыз бос болса, одан не пайда? Ал егер сол қаржыңызды бизнеске жұмсасаңыз, тіпті бизнесіңіз жүрмей ақшаңыздан айырылып қалсаңыз да, сіз баға жетпес тәжірибе алатын боласыз. Және бұл тәжірибе жаңа телефон алғаннан құндырақ болары сөзсіз. Тәжірибе сізді ақылдырақ етеді және шыңдай түседі. Осы жерде сұрақ туындайды. Егер мен өз табысыма қалаған затымды алмасам, неге ақша тауып жүрмін дейді? Түсінесіз бе? Мұнда әңгіме қалаған затты алуда немесе алмауда емес, табысыңыздың бір бөлігін актив алуда. Мысалға, сіз 100 000 теңге табыс таптыңыз делік. Егер осы айда 20 000 теңгеге актив алсаңыз, және ол актив сізге ай сайын 5 000 теңге түсіріп тұрса, онда келесі айда сіздің табысыңыз 105 000 теңге болар еді ғой. Және осы жүйеде 4 ай жұмыс жасаса, 4 айдан соң сіздің табысыңыз 120 000 теңге болар еді. Ең қызығы, бұл жүйе отбасылық өмірде де жұмыс жасайды. Егер алған әйеліңіз актив болса, яғни табысыңыздан бірге бірді құрап, ақылмен жаратса алса, онда бай болуыңызға кепілдік бар. Ал алғаныңыз пассив болса, тапқаныңызды ессіз, есепсіз жұмсар болса, бұл жігітке баю өте қиын болар еді. Сондықтан да актив пен пассивті ажырата білу өте маңызды. Себебі кім боласың, қандай өмір сүресің, ол өзіңнің үлесің. Егер осы актив пен пассив туралы тереңірек білгіңіз келсе, онда Роберт Кийосакидің «Бай әке, кедей әке» кітабын оқуға кеңес береміз. Қарапайым экономика арнасын көріп,
қаржылық сауатты болыңыз. Арнамыздағы басқа да қызықты әрі пайдалы видеоларды көріп, өз ойыңызды комментарийге жазып қалдырыңыз. Рахмет.